Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл Айлиннің каналы. Достар, біз бүгін, ойланып отырдық та қандай видео түсірсек болады деп. Сөйтіп, біз ойлана келе Айлинмен әлемдегі ең кішкентай комната деген видео түсіретін болдық. Ол үшін бізге бірінші шкафтың ішін босату керек. Қазір сіздермен бірге шкафтың ішін босататын боламыз. Одан кейін барып, екі шкаф бар бізде, сіздерге көрсетеміз. Екі шкафтың біреу таңдалатын болады, біреу Айлиндікі, біреу Ләйсандікі болады. Екеуі екі шкафты босататын болады. Ортасындағы сыймайсыңдар ғой. И сіздермен бірге босатамыз. Одан кейін сіздермен бірге ішін әдемі қылып, керек заттарын, ручкаларын, фломастер, карандаш бәрін әкеліп, өздерінің комнаталарын жасайтын болады. Кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Достар, мені қараңыздар. Бізде міне, бірінші тоқта, жауап көрсетсек та. Бізде мені қараңдар. Мына жерде бір шкаф бар. Мына жақта шкаф бар. Мына жердегі Хорошо. Енді бізге мына іштің бәрі заттар. Хотя бы мына астындағыларды босатайық, мынақтарға тұра берсін. И Ләйсан сияды. И мына жақта. Мына жердікін босатамыз. Мыналарды астындағысын бәрін алатын боламыз. Қазір сіздермен бірге дайындаймыз. Давай, Ләйсан, сен өзіңдікін ала бер заттарыңды. Төбедегін де алайын. Жоқ, төбедегі мінбейсің ғой. Ол жерді апыстаймын ғой онымен. Мынау төбеде бойлап қалмын. Жоқ. Давай, Ләйсан, сен сол жерге қоя бер заттарды. Әркім өзінің комнатасын дайындап жатыр, достар бізде. Мен алып берем, мына жерде Айлин өзінің заттарын. Бір шетке жинап қойық, қыздар, мына шетке дайындап қойық бәрін. Ләйсан, сол жаққа дайындайсың сен. Міне Айлин бізде мына жаққа дайындап жатыр. Бүтіндеп жатыр. Уже бітіп қалды, аларды мен Айлинге алып көмектесем қазір. Так, мыналарды алып көмектесейін, аты бұл заттарға ауыр. Ләйсан, сен Айлин сол жерге қоя бер. Мына заттарды бәрін. Шкафтың ішін босату керек, ойбай, ауыр бұнан да аламай жатыр. Аласыңдар ма? Ала бер. Достар, мама алма тұрсай. Мамадікі мына жаққа. Маманың кімдері. Көліктері. Солар алып әкел. Мамамнан мен алды. Еще менің медальдарым. Медаль. Ләйсанда 2 медаль, менде де 2 медаль. Достар, Айлиндікі дайын болып, енді Ләйсандікін істейтін боламыз. Кел, Ләйсан. Достар, арадан мен жиіп тұрмын ғой, тапсты. Оны менде, мына Айлиндікі. Бірақ заттар кішкентай. Еще сен мама, анандай түсемсе, анандай түсе, сіңде бар. Салам сиям. Ой, шонда сен төбеде отыр ғой. Сиям. Мына түсіп қалмасын. Қаш. Наны мен анам. Достар, біз мына жерді босаттық. Киімнің бәрі мына жаққа шығарып тастадық. И мына жақ тоже босады. Екі жерде босаттық, достар. Қазір енді уют создавать ету үшін әдемі төсектер, одеялдар, әртүрлі нәрселер істейтін боламыз. Бірінші бізде Айлин, сенің комнатаңды дайындаймыз, Давай. Мына достар, Айлин, өзінікін әкелді. Мына жақта Ләйсан өзінікін төсеп жатыр. И, жастықты қоям дейді, и тағы да бір заттарын әкелем дейді қазір. Мықты дайындадық. Или битікта, достар, қазір сіздерге барлығын істеп болған екен, көрсетеміз, күтіңіздер, жарай ма? Мына жерге Айлин. Жастығыңды сүймей қалды ма? Бүйтіп қойса, бүйтіп қоясың, сүйкеніп отырасың да. Бүйтіп қой, Айлин, бүйтіп қойсам. Мына жерге Айлин үшін мынандай фломастерін алып келген. Нақты дайсам. Әкесі анда істеп берем. Мына жаққа қойып қоямыз. Ой, мына жерде Ләйсанның одеялы түсіп кетіп отыр, қазір көмектесіп жіберейін. Мына жерде жастығын алып, мына жерге қойып қоямыз, Мына жерге заттарымды қойынды. Мына Ләйсан бізде уже заттарын әкелген. Бесігі, баласы, светильник, анау, мынау, Қараңыздар, көріністе. Өзің сыймай қалма, қызым? Сияды ма? Просто давай қасына қойып қоясың. Мына шкафтың есігін ашық, осы жерге қойып қоямыз. Мүшіп тұрады. Кетті еще заттар әкелуге. Мына жерде Айлин
өзінің подростковый анандай үлкен детский комнатасын дайындап жатыр. Короче, соған там есеп шығаратын анау мынау бірдеңелерін Айлин заттарын алып келіп жатыр. Ләйсанда тек қана ойыншықтар ма бірдеңелер. Достар, давайте қазір сіздер Айлин мен Ләйсанның комнатасы дайын болады ғой, сол кезде кімнің комнатасын тауысып бересіңдер, жазып кетер. Кімнің комнатасы сіздерге көбірек ұнады, соны комментарияға жазыңдар обязательно. И сол кезде кімнің аты жаңағы Айлин көп бал жинайды ма, Ләйсан көп бал жинай ма, соған мен сыйлық беретін боламын. Мама, каска қойдым. Давай, қой. Достар, қараңыздар, короче, бізде Ләйсан айтады, уже менің комнатам дайын дейді. Ләйсан, сенікі дайын ба? Я. Енді қараңыздар. Қазір енді Ләйсанның комнатасына разбор жасап кетейік, Ләйсан, Міне, Ләйсанның комнатасы бізде 2 этажный екен. 1-ші этажы, 2-ші этажы. Бұл жерде бізде мына жерде Ләйсанның бөпесі жатыр бесікте. Қараңыздар, сіздерге разбор жасап кетеміз. Бесігін мынандай жауып қоятыны бар екен. Мына жерде не бар сенде? Бөпенің киімдері. Мына жерде бізде Ләйсанның бөпесінің киімдері бар екен, достар. Медалинді қойып қояды. И қараңдар, мына жерде көрсетіп кетейік. Ләйсанның мына бөпесінің слюнявчигі. Вау, мынау не, Ләйсан? Ләйсанның телефоны ма, сквиш телефон істеп алған, айфон, короче. Өзі істеп алған, осы Ләйсан телефоны. Мынау. Ләйсан, мынау не? Ләйсан, бізде мына жерде мынау не екен, айтып кет. Планшет. Бұл сквиш планшеті екен Ләйсанның, Ләйсан деп жазылып тұрған. Одан кейін, мынау не? Ол Спанч Боб деп жазылып тұрған. Спанч Боб, короче, Ләйсанның өзінің жасаған творчестволары, короче. Мынау Ләйсанның бөпесінің чашкасы, кукласы, на светильник, киндер-сюрпризі и жастығы бар. Саған барлық керек заттарын әкеп алдың ғой, Иә. Болды міне. Ләйсанның комнатасы дайын екен. Давай, Ләйсан, комнатаңда отыр. Мына жерде медалін еще дайындап отыр өзі. Қараңдар. Күшті. Ләйсанға қандай бал беріп кетесіздер, қандай баға беріп кетесіздер, комментарияға жазыңдар. Ләйсан, қандай баға алам деп ойлайсың? Шоколад. Ай, 1-ден 10-ға дейін қанша бал алам деп ойлайсың? 2. 2 емес, сенің комнатаң күшті емес па не сонда? 10 десей мұнда? 10 алам деп ойлайды Ләйсан. Бұл Ләйсанның комнатасы бітті. Енді бізде келесі кезек Айлиндікі. Достар, бізде екінші кезек Айлиннің комнатасы. Достар, қараңдар, бізде Айлиннің комнатасы 1 этажды екен. Айлиннің комнатасында бірінші басып кетейік есіктерінде Айлин бізде 2 медалін іліп қойыпты. Жаңағы Ташкентке барып белеп алып келген. Еще мына жерде бізде қараңдар, достар, Айлиннің өзі жинаған тиындары бар, копилкасы. Айлин, разбор жасап кетсек, сенің комнатаңа айта бер, қайсы не екен? Мұнан сінде осындай енді осы. Бұл не? Осындай сквиш. Патрик и губка Боб насады. Ішінде, короче, әртүрлерде бар. Бұл Ләйсанның Патрик. несі, сквиші. Я? Давай, дальше. Дальше осындай май. Осындай. Тоже сквиш ба? Я вот сыр. Бүйтіп асасында исіне сыр бар. Бұлар ашылмаған не әлі? Асылмаған. Мына осындай май. Осындай розовый май. Баттыр ма? Жоқ, май. Май ма, Айлинді қараңдар, достар, қанша. Сіздер де сквиш жасаған жақсы көресіздер ма? Осындай лимон. Айлин, сен анау нелерін қайда? Спанч Боб, Патрик істеп берген сквиш. Сап қойғансың ба ішінде? Осы осындай бөпеміз кесі. Бұл Айлиннің бөпесінің сквиш екен, я? Кеттік.
Бұл сквижі ғой бөпесінен. Қызық болып отыр ма Айлиннің комнатасы саған? Анасы көреміз бе? Давай аш көрейік достар. Достар бізге Айлин өзінің сквижін мынандай ашайын деп отыр. Қайсымыз ма? Қайшы керек па? Достар бізге Айлиннің мынау сквижін іші қызық болып тұр. Сол үшін Лайсандай келіп алды қарауға. Қызық болып тұр бәрімізге. Міне әртүрлі таңдайды екен. Дауысын қараңдар. Сіздер де сквиж жасап жатсыздар ма үйлеріңізде? Комментария жазып кетіңіздер. Дальше ашайын деп жатыр Айлин бізде. Қырқып жатыр. Лайсан, қызық па? Еще қараңдар достар, пока Айлин ашам дегенше, мен мына жерде сіздер басқа заттарына разбор жасап кете берейін. Мынау бізде Айлиннің карандашлары, ішінде қанша карандашы бар, көрсетем. Бұл еще жартысының жартысы ғой. Көп қой, 100 карандашы бар шығар. Мына карандаштары, мына жерде брелоктары. Қараңдар, күшті, ертең мектепке тағатын кезде сумкасына тағып іліп алады. Мынандай брелогі бар екен. Еще лабубу бар екен. Қараңдар, 2 түрлі лабубу бар екен. Мына жерде Айлин ашты. Аштың ба? Басқа жағын ашып жүрсің ба? Ладно, екінші бетін ашып жүр. Айлин сен бүпенге алды? Енді мынаны қараңдар, мынандай. Мына не деп айтатын еді? Бұл значок па? Значок. Значок сумкасына іліп қояды. И Спанч Боб. Спанч Боб Патрик. Еще сенде мынауың да Спанч Боб Патрик. Мынау да Спанч Боб Патрик қой. И су бар екен. Айлин қасында күн ыстық болғаннан кейін шөлдейді. Еще бізден арықта Айлинде фломастерлері бар. 48 түрлі фломастері бар. Қалай сіздерге Айлиннің бөлмесіне қандай балл бересіздер? Комментарға жазыңыздар. Айлин, сен қандай балл аламын деп ойлайсың? 30 ба? Айлин 30 деген балл аламын деп ойлайды. Қазір күтіп жатырмыз. Айлин ашты достар. Қараңдар, ішінде не бар? Қайшыны Лайсан берейік, Лайсан сұрап отқан. Лайсан ма? Қайшы? Осындай Патрик. Ва, қараңдар достар. Қаны әке жасап көрсетсек. Достар, қараңдар, мынандай сквиш, Патрик сквиш. Мен дауысын естіп отырсың. Күшті. Екіншісі осындай липстик қарай. Ұратыны ма? Кисточка сияқты ма? Тұрт дейтін. Мына осындай. Бұның бәрі антистресс АСМР. Тырнақ бұл. Тырнағы ма? Дальше кеттік. Осындай ұлқа бұл. Соңғысы. Бүпесі Ой, қарандар достар. Көрсек достарға. Достар, қарандар, на губка бопты. Көрсін да, Лайсан. Күшті, бұл да сквиш. Бүпесі. Надо витістіріздің. Терс қарап қарап. Күшті кен. Болды ма? Күшті, достар. Қалай сіздерге Айлин... Достар, сіздер қандай бал бересіздер? Эй! Достар, сіздерге Айлиннің комнатасы ұнады ма? Маған бал беріңіздер. Сіздер кімге дауыс беретіндеріңді комментария жазып кетіңдер. Сол кезде кім ұтатын біз шешетін боламыз. Содан кейін көресіздер, біз шортсқа саламыз. Кімнің дауысы ең көп, сол адамға мороженое алып беремін, короче, мен. Я, Лайсан, сен ұтасың ба, Айли ұта ма? Көреміз, достар, кімге көп дауыс бересіздер? Комментарияға жазыңдар. Осы сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, колокольчик басыңдар. Всем пока! Лайсан, пока десей? Не? Пока де. Пока! Пока!